Сәлем достар, Супергенчиктің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге банкада жасалатын ерекше тағам жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге ет қажет. Етті алдын ала осылай турап алдым. Менде мякоть. Бір дана сәбіз, пияз, картоп, тәтті бұрыш қалауыңызша барлығын бір келтіріп турайтын боламыз. Пиязымызды етімізге саламыз. 3 ас қасық сұйық май құямыз. Татымына қарата тұз саламыз. Менде ет тұздалмаған, сондықтан көбірек салам. Өзіңіз жақсы көретін дәмдегіштерді саласыз. Қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш. Менде мынадай паприка бар. Паприка дегеніміз ол тәтті бұрыш, яғни ащы болмайды. Но дәмі деген, иісі деген енді керемет болып шығады. Базилик қосам. Араластырамыз. Заранее 1 сағат, 2 сағатқа немесе 6 сағатқа маринадта қойсаңыздар, вообще күшті болады. Бірақ менде маринадтауға уақыт жоқ, сондықтан мен бірден дайындауға кірісе берем. Бірден пісірсеңіздер де ештеме қылмайды. Тәтті бұрыш, қызанақ, өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Егер болмаған жағдайда әрине қоспай қоюға да болады. Картопымызды саламыз. Енді біркелкі масса пайда болғанша араластырамыз. Барлығын бір-біріне біріктіреміз. Қараңыздар, түрінің өзі аппетит ашады ғой. Көзінен шыққан согын қайтып ішіне құямыз. Бетіне аздап сармай салып жібереміз. Бетіне осылай фольгадан крышка жасаймыз. Яғни былай бекітіп жабамыз. Банкамыз сынып жарылып кетпес үшін біз салқын пешке саламыз, содан кейін ғана пешті қосатын боламыз. Негізінде ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Банка сынбайды. Енді пешті 180 градусқа қосамыз. 60-90 минут аралығында пісіретін боламыз. Қараңыздар, қалай күшті болып қайнап жатыр. Мен уже картошкасын тексеріп көрдім, піскен, сондықтан уже мен ала берейін. Просто сочный, прям иісі күшті шығып тұр, әдемі картошка. Қараңыздар, картошкалардың барлығы толық піскен. Еті де, картопы да уайымдамаңыздар, күймейді, әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен достар, біздің тағамымыз дайын болды. Өте әдемі, күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеороликте жүздескенше.